Қайырлы күн достар. Жалпы бүгін тұран жазған толыққанды талдайтын боламыз. Алдында біздер шығыс еуропа жазғанын өткен болатынбыз. Негізгі сабақ 9 жүйеге бөлінеді. Яғни оның ішінде қазақстанның физикалық аймақтарын 31 жүйеге бөліп қарастырамыз. Алдыңғы сабақта шығыс еуропа жазығы болып, ендігі сабақта алла қаласа солтүстік қазақ жазығы немесе батыс сібір жазығын өтеміз. Бүгін сәйкесінше тұран жазығын өтетіндігімізде. Бұл туралы ақпаратты мен шығыс еуропа жазығында берген болатынмын. Яғни 9 физикалық ауданға не үшін бөлді, оларды бөлу не үшін қажет деген сұрақтарға тікелей жауап берген болатынбыз. Тұран жазығы. Тұран енді Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан, батысынан шығысына дейін созылып жатқан кең жазық. Енді оған мысал ретінде мына жердегі үшінші объект ол бізде тұран жазығы, көп тұрандан Каспий маңынан басталған, тіпті мына Балқаш көлінен шығыс Қазақстан облысына дейінгі аралықты қамтып жатыр. Демек батысынан шығысына дейін оңтүстік аймақты. Тіпті мына жерді қараңыздаршы, төрт, яғни мұғалжар тауларымен екімен шектеседі. Яғни тұран бізде нелермен шектеседі деген кезде тек қана мына жерде тіпті бүкіл физикалық аймақпен шектеседі, тек қана Алтай таулы аймағынан шектеспейді екен. Мысалы ретінде қарайық. Бірінші объект бұл бізде шығыс еуропамен шектесіп тұр. Төртінші объект ол бізде мұғалжар тауы немесе Орал тауы шектесіп тұр ма? Шектесіп тұр. Одан кейін екінші объект батыс сібір жазығы немесе солтүстік қазақ жазығымен шектесіп тұр ма? Сәйкесінше шектесіп тұр. Бесінші объект ол бізде Сарыарқамен тікелей шектесетіндігінде. Одан кейін сегізінші объект Сауыр Тарбағатай, жетінші объект Жетісу Алатауы, тоғызыншы объект физикалық нысан немесе Тянь-Шаньмен тікелей шектеседі. Яғни тұран жазығы сондай бір үлкен аймақты алып жатыр. Тіпті бұның кейбір аймақта, кейбір емес, жалпы тұран жазығы мынау қазақстандық бөлігі да, сәйкесінше өзбекстандық бөлігі бар және түркменстандық бөлігі бар. Жалпы ауданы ол бізде 2 миллион километр квадратты құрайды. Ал енді Қазақстанның аумағы қанша? 2,7 миллион километр болса, яғни 2 миллион енді ол жалпы тұран жазығының ауданы. Енді мына жерде орналасқан Қазақстанның басым көпшілігі, тіпті 1%-пен шамалайтын болсақ 60-70% тұран жазығына тиесілі екен. Кеттік. Жалпы тұран жазығының жер бедері мен оның пайда болу тарихы жағынан біркелкі емес. Неліктен? Себебі білеміз, тұран жазығында Маңғыстау үстірт, Торғай үстірт деген секілді объектілер бар. Бірінші келтірейікші. Жалпы мына жерде орналасқан 3 физикалық аймақ ол бізде жазықтар. Шығыс Еуропа, солтүстік жазық және тұран жазығы. Одан кейін Орал мен Сарыарқа аласа таулар, қалған 4 физикалық объект Алтай, Жетісу Алатауы, Сауыр Тарбағатай, Тянь-Шань ол бізде биік таулар. Енді мынандай бір сұрақ. Сіздер мектептеріңізде өткен боласыздар, немесе біздерде Қазақстанда таулардың екі типі таралған, біріншісі биік таулар, екіншісі аласа таулар. Сәйкесінше бізде орташа таулар деген тема жоқ. Неліктен? Себебі бізде 1000 мен 2000 метр арасында тауларда орташа дейтін тауды қарастырмаймыз. Енді ондай таулар жоқ. Бірақ әлемдік дүниеге салатын болсақ, Карпат, Крым, Кавказ таулары олар бізде орташа биіктіктегі таулар. Енді кеттік. Біздерде 4 биік тау бар деп өтеміз. Олар қандай? Алтай, 6-шы объект көп тұрандамыз. Одан кейін 7-ші объект Жетісу Алатауы, 8-ші объект Тарбағатай және 9-шы объект Тянь-Шань. Яғни осы 4 биік тау бар және 3 аласа тау бар деп өтеміз. Біріншісі Мұғалжар немесе Орал таулары, екіншісі Сарыарқа және де немесе қазақтың ұсақ шоқысы, 3-ші объект Маңғыстау. Енді мына жерде сұрақ. Қазақстанда егер үйтіп санайтын болсақ 10 физикалық аймақ болу керек қой. Маңғыстау өзі жеке бір физикалық аудан беру керек еді, бірақ бұл жерде жоқ. Неліктен? Ол тұран жазығының ішіне кіретіндігінде. Кеттік. Енді мынаны қараңыздар. Жер бедері не үшін біркелкі емес? Себебі Маңғыстау таулары картаны қарайтын болсақ, міне Маңғыстау таулары мына қызылмен белгілеп қойып көп тұрандарымызды естіп тұр. Маңғыстау таулары осы бір аймақта орналасқан. Жалпы мысалға сәйкесінше ол тұран жазығына кіргеннен кейін аласа таудан полигон тауда, демек 500 метрден жоғары, демек ол жерлерде биік болса, ал мына бетпақ дала, Мойынқұм жерлерінде олар шөлді, жер бедері ойпатты болып келетіндігінде. Кеттік. Жалпы енді одан бөлек жер бетінің біркелкі еместігі, демек батысы биік, сәйкесінше шығысқа қарай төмендеп жатыр, үстірт маңдары биік, немесе Торғай үстіртінен оңтүстікке қарай тоже аласарып жатыр. Түсінікті? Яғни одан кейін үстірт ол біздегі Маңғыстау облысындағы үстірт, одан кейін Торғай үстірті, Арал маңы, Қызылқұм, Сырдария бойы, бетпақ дала, Мойынқұм, Балқаш, Алакөлі. Қазір жеке-жеке осыларға тоқталамыз. Және мен кейбір объектілерді тікелей кітаптан алдым, яғни 500 беттік кәдімгі Қазақстанның физикалық, 540 беттік Қазақстанның физикалық географиясы деген кітаптан алған болатын. Кеттік. Енді жер бедері мен геологиялық құрылысы. Жалпы тұран тақтасы құрайды
Жалпы біздер білеміз, кеше Шығыс Еуропаға өткен кезде Шығыс Еуропа платформасында орналасқан болатын. Оның негізі Архимед протерозы қалыптасса, бұл Тұран жазығы Тұран тақтасының үстінде, өзімен аттас тақтаның үстінде орналасқан. Енді эпигерциндік платформалық құрылым. Герцин дейтін, яғни білеміз, герциндік таулы жүйесі кезінде пайда болған. Яғни біз мынандай бір қосымша ақпарат, Қазақстанда орналасқан 3 жазық бар, мынағы Шығыс Еуропа, Батыс Сібір және де осы Тұран жазығы. Шығыс Еуропа бізде көне, яғни ең көне болып есептеледі, себебі оның фундаменті Архимед протерозойда қалыптасып тұр. Ал мына Тұран мен Батыс Сібір сәйкесінше жас аймақтар. Неліктен? Қараңыздар, жер бедері палеогендік. Палеоген ол бізде геохронологиялық эрада, ол бізде кайнозойда, яғни палеогендік карбонентті терриген жыныстары, неоген антропоген дәуірлерінің құмды малтасты өнділерінің түзілген дейді. Көргендеріңізде палеоген, неоген, антропоген үшеуі де кайнозойға тиесілі, сәйкесінше ол бізде жас деген дүниені білдіреді. Енді кеттік, Тұран тақтасы. Жалпы Тұран тақтасы Орта Азияны қамтып жатқан ірі тектоникалық құрылым. Орта Азия мен Орталық Азия елдері Орта Азия географиялық нысаны. Жалпы Тұран плитасына Қазақстан жеріндегі Тұран ойпаты, дұрыс қой, сәйкесінше Тұран плитасына Тұран ойпаты, Үстірт, Маңғыстау, Бозащы түбектері, Арал маңы, оңтүстік торғай өңірі және Орта Азияның Өзбекстан мен Түркістанның кен аймақтары біраз құрылымдар кіреді. Кеттік. Енді көріп тұрғандарымыздай, Тұран тек қана Қазақстанға ғана тиесілі емес. Неліктен? Себебі ол сәйкесінше Өзбекстан мен Түркменстанның жерінде жатыр тоже. Кеттік. Енді жалпы жер бедерінің геологиялық құрылысын толықтыра кетейік. 2 миллион километр квадрат аймақты алып жатыр. Жалпы Тұран тақтасы. Оның ішінде 3 түрлі құрылымдық қабаттан тұрады. Қатпарлы іргетас, яғни фундаменті, палеозойдың аналық жынысы, яғни палеозойдың кезінде қалыптасқан негізгі жыныстар, одан кейін аралық қабат және платформалық, яғни бетіндегі, яғни ана торт секілді ғой, торттың асты, ортасы, үсті деген секілді құрылыммен негізделген. Бізде асты фундаменті қатпарлы іргетас, одан кейін палеозойдың аналық жынысы, аралық қабат немесе платформалық түп келеді. Кеттік. Енді бірінші Маңғыстау тауларынан бастаймыз. Маңғыстау Аласа таулы өлкесі дейді. Жалпы мезозой дәуірінде Перм, Триас құмтастары мен әктастарынан түзілген. Мезозой дәуірі Бор, Юра, Триас, бүйт деп жатады. Соның ішіндегі Перм, Триас құмтастары мен әктастарынан түзілген ең биік тауы, яғни ең биік тауы биіктігі 350-450 метр болады, то есть биіктігі, ал ұзындығы 130 километр болады. Жалпы енді бұл Қаратау аймағын жеке қарастырған. Жалпы біз білеміз, Маңғыстаудың Маңғыстау деген таудың өзін екіге бөліп қарайды. Қаратау және Ақтау деп. Кеттік. Ең биік нүктесі Бесшоқы, 556 метр. Енді бізде айттым, Маңғыстау бізде Аласатау, Аласатаудың биіктігі 500 метрден астам. Орташа таудың биіктігі 1000 мен 2000 арасы болса, биік таудығы 2000-нан жоғары. Кеттік. Қаратау беткейлері шатқалдармен, жыралармен тілімденген толқынды қырат түрінде көрінеді. Тау жотасы ғана тік, жалаңаш жартасты, ал Қаратаумен қатарласы Ақтау таулары орналасқан. Не үшін Қаратау мен Ақтау деп атаған? Себебі алыстан қараған уақытта, тіпті мына байқайсыздар ма, Ақтауда болғандарыңыз болса, мына теңізден қалаға қараған бетте таудың бірнеше бөліктер кездеседі, олар сырттан ақ болып көрінеді. Мысалы, сол үшін Ақтау деген атау берген. Сәйкесінше Ақтөбе қаласын алып қарайтын болсақ та, сол төбеде орналасқан деген секілді дүниеге қарап атаулар берген. Кеттік. Енді олар жоғары Бор дәуірінің әктастарынан тұрады. Әктас деген сөздің өзі тауға түс беріп тұр ғой. Әкпен бояды деп айтады, мысалы үйде, сол сияқты дүние ғой. Одан кейін Ақтау деп аталуы осыдан дейді. Түсініпсіздер ме? Алыстан қараған кезде мына әктастардан тұрып тау секілді көрсетті. Және оның биіктігі шамасы 300 метр болатындығында. Сәйкесінше Қаратаудан Ақтауға қарай төмендеп жатқандығында. Төрттік дәуірде Маңғыстаудың ірі түйіл ағынсыз ойыстары пайда болып, онда көлдік режим сақталды. Жалпы біздер білеміз, Маңғыстауда ешқандай өзен жоқ. Жалпы енді сондай объект, Маңғыстау жерлері, үстірт жерлерінде өзен кеспейді. Шынымен де картаны ашып қараңыздар, Қазақстанның кез келген аймағында өзен, көл бар, бірақ мына осы бір Маңғыстау мен үстірт аймағында ондай дүние кеспейді. Енді Каспий теңізі жеткілікті. Бұл Қазақстанның физикалық картасы. Ендігі бізде қазір талқылайтын объектіміз ол үстірт, қателеспесем. Қарақұм, Қарақұм ол бізде
Орта Азияда Түркменстанның 80% аумағын алып жатқан құмды алқап және шөл. Картада көріп тұрғандарыңыздай, мына бір бөліктері Қазақстан жерінде ғой. Одан кейін жалпы аудан 350 мың километр квадрат. Қарақұм солтүстігінде Унгуз, орталық және оңтүстік шығыс қарақұмдарға бөлінеді. Біздер білеміз, мысалы ретінде шығыс Еуропаның өзін үшке бөлдік. Жалпы сырт, жем, Каспий маңы деп. Оның өзін жеке қарастырады, тағы да бөліп қарастырады. Мысалға, жалпы сырттың өзінің Орал бөлігі деген секілді қылып ше. Жалпы сондай бір дүние бар. Мына Қарақұмның өзінде де ішінде сәйкесінше бөліп жатыр. Мысал ретінде қалай келтірейік? Қазақстан Республикасын біз облыстарға бөлеміз, 17 облыс бар деп. 17 облыстардың ішінде тағы да аудандарға бөлеміз. Мысалы ретінде Ақтөбе облысын 12 ауданға бөлеміз деген секілді мысал ғой. Қарақұмның өзінің ішінде тағы да бөліп тастаған. Солтүстік Оңғол, орталық және оңтүстік шығыс қарақұмдарға. Жалпы Қарақұмның климаты қоңыржай континентті. Континентті деген ауыз шұғыл континентті деген -40 пен бір жерде +40 болса, ол жерде температура -40-тан +40-қа дейін 80 градус лақтырып тұр да. Яғни соған сәйкесінше ол тез өзгеріп тұр, резкий климат қалыптасып тұр да. Ол шұғыл континент болады. Ал мына континент деген сөз мысал ретінде жазда то есть жазда +0 или +2, қыста то есть +2, +4, допустим, +0 сияқты болса, жазда +25, +30, яғни ара қашықтық ондай өте бір қатты алшақ емес. Кеттік. Енді шілденің орташа температурасы +28, яғни солтүстігінде +28, оңтүстігінде +34. Неге? Солтүстігінде жоғары, себебі оңтүстікке барған сайын біз экваторға жақындап жатыр. Сәйкесінше тропиктік аймақтарда немесе субтропик аймақтарда күннің түсуі тікелей жер бетіне тіке түседі. Осында жер тіке орналаспаған, 66,5 градус қиғашына орналасқан. Сәйкесінше экваторға тіке түспейді, тропикке 90 градус жасап тікелей түсетіндігінде. Кеттік. Жалпы жауын-шашынның жылдық орташа мөлшері 60-150 мм шамасында, жауын-шашын аз түсетін аймақ Қарақұм дегеніміз. Кеттік енді. Қарақия ойысы, өте қызық. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, Қарақия ойысы көрсетілген шынымен де. Қарақия ойысы төмен теңіз деңгейінен аласа бірнеше тұйық қазаншұңқырлар ұшырасырады. Яғни теңіздің жағалауында немесе Каспийдің жағалауларында бірнеше қазаншұңқырлар бар. Олардың ең үлкені Қарақия ойысы, жалпы теңіз деңгейінен -132 метр. Жалпы әлем бойынша топ 5-тікте. Топ 5-тікте демек 5-ші деген сөз ғой. Ал ең терең бізде өлі теңіз, қателеспесем 402 немесе 382 ме сондай болу керек. Толыққанды интернеттен қарап аларсыздар. Жалпы топ 5 ойыс деген не айтпақшы? Ойыс деген сөзге түсініктеме берейік. Ойыс дегеніміз біз қазаншұңқыр дейтін нәрсені білеміз. Қазаншұңқырлар көбіне мұхиттың түбінде болса, ойыс құрлықтың бетінде болатын түрі ғой. Мұхиттың түбіндегісі әлем бойынша ең терең жер, жалпы Мариана шұңғымасы айтамыз ғой, 11.022 метр деп. Ол әлемнің ең терең жері қазаншұңқыр ретінде, ол мұхиттың ішінде орналасқан. Ал құрлық бойынша ең терең ойыс, мана айтып кеткендей өлі теңіз, то есть өлі теңізде. Себебі өлі теңіз ол құрлықтың ішінде орналасқан, көлді. Көлдің ішіндегі ең терең жер деген секілді ғой. Жалпы Маңғыстау түбегіндегі сулардың көбі өте ащы, тіпті тұзды, минералдылығы 10-20 грамм литр болып келеді дейді. Енді жалпы осындай Маңғыстау түбегіндегі сулар туралы айтып жатыр. Ол жақта тұзды суға түсу, сонымен емделу дейтін нәрселер сақталған. Сондай халық арасында рекреациялық аймақтар арнап тастаған. Кеттік. Үстірт қыраты, яғни өзіміздің Қазақстан жерінде үстіртте көп, мысалы Торғай үстірті деген секілді. Бұл жердің аты үстірт қырат жазығы. Маңғыстаудың Арал теңізіне дейін аралықты алып жатыр. Картадан көрсетіп берейік. Міне, мынау бір Маңғыстаудан, мынау бір Арал теңізіне дейінгі аралықты алып жатыр. Сәйкесінше, мынау мысалы, мына аймақ бізде Каспий теңізі, бір айтқан кезде. Маңғыстаудан Арал теңізіне дейін үстірт қырат жазығы жатыр. Оның биіктігі 200-300 метр. Сәйкесінше біздер түсіну керекпіз. Ойыс минус болса, одан кейін ойпат, қырат, таулы қырат, аласа тау. Бір нәрсе айтайын, ойпаттың да биіктігі тоже 500 метр ғой, аласа таудың да биіктігі 500 метр. Оларда разница қандай деген сұрақ пайда болса, тауда шың бар,
ұшы бар, әйтеуір ең биік жері бар, ал ойпатта ондай жоқ. Ойпат кәдімгідей қалай айтсам екен, яғни бір сөзбен айтқан кезде ұшы жоқ, сәйкесінше жазықты болып келеді, төбелі. Иә, кеттік. Ауданы 170.000 километр квадрат, ұзындығы 600 километр, ені 300-400 километр дейді. Яғни мынадан былай қарайсыздар, мысалы ұзындығы былайынан 600 километр болса, батысынан шығысына дейін 300-400 километрді құрап тұр. Не үшін 300-400? Кейбір аймағы өте қалың, кейбір аймақтары жіңішке. Кеттік. Үстірттің Қазақстанға солтүстік батыс бөлігі кіреді. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Және де үстірттің Қазақстанға солтүстік батыс бөлігі, үстірттің жер беттері тегіс, ұлутасты, әктесті, тұзды, мергел және саз араласқан ашық түсті әктестен түзілген. Жалпы бұл жерде сәйкесінше өзімен аттас пайдалы қазбалар шығады. Демек тұран жазығында ұлутас, әктес, тұзды, мергел дейтін дүниелер өндіріледі. Әр жерінде көлді, ойысты, қазаншұңқырлар кездеседі. Олар құралап айналасын құм басқан дейді, сам, Асмантай, Матай құмдары басқан дейді. Жалпы осындай бір дүние. Жалпы мұнда да өзендер жоқ, үстіртте де өзендер жоқ. Кеттік. Енді Торғай үстірті. Торғай үстірті картадан қарайтын болсақ, ол міне Торғай үстірті деген мысалды көріп тұрсыздар ма? Міне Қостанай облысының үстінде орналасқан. Дәл Торғай үстірті. Кеттік. Торғай үстірті Сарыарқаның, яғни Сарыарқа мен Мұғалдардың арасында жатыр. Мұғалдар, міне Мұғалдар таулары, Ақтөбе жерлері көп тұрғандарыңызда, Ақтөбе жерлері. Ал Сарыарқа ол бізде орталық Қазақстан мысал ретінде, көріп тұрсыздар ма? Яғни Торғай осы екі аралықта жатыр. Кеттік. Оның орташа биіктігі 200-300 метр. Сәйкесінше үстірттің биіктігін айттым ғой. Үстірт негізінен теңіз шөгінділер мен континент жыныстарынан тұрады. Олардың қалыңдығы 5000 метрге жетеді. Яғни біздерде солтүстік бөлік биіктеу, оңтүстікке қараған кезде. Одан кейін қазіргі жер бедері саздақты құмды жыныстардан түзілген. Жақсы. Арал маңы Қарақұмы дейді. Арал маңы Қарақұмы. Арал теңізі маңында ірі құмды аймақтар бар. Арал теңізі мен Шалқар теңізі көлі аралын жатқан Арал маңы Қарақұмы биіктігі 100 метр бұйратты төбелі жазық болып есептеледі. Аты айтып тұр, Қарақұм, құм ғой сөзбен айтқанда. Бұл құм жасы жағынан басқа құмдарға қарағанда салыстырмалы тұрғыда ежелгі, ішінара жел әрекетіне өзгерген. Яғни жел әрекетіне өзгеру, ол тоже жел эрозиясы деп аталады. Жер бетінің содан өзгеріп кетуі. Одан кейін Арал теңізінің солтүстігінде орналасқан эрозияға байланысты екі дүние бар. Мысал ретінде эрозия деген нәрсе, жер бетінің су эрозиясы бар. Судың қатты ағынмен келіп жер бетін жыртып тастауы, сәйкесінше жел эрозиясы бар. Жер бетіндегі құнарлы дүниелерді ұшырып алып кетуі деген секілді дүниелер. Немесе жер бетінің формасын өзгертіп жіберу деген сияқты. Немесе осындай бір объектілерді айтамыз. Кеттік. Арал теңізінің солтүстігінде орналасқан үлкен және кіші борсық құмдары жер бедері жағынан Арал маңы Қарақұмына ұқсайды. Үлкен және кіші борсық құмдарын қарайтын болсаңыздар, карталарыңызда, яғни 8-ші сыныптың картасында, яғни міне кіші борсық мына жерде көріп тұрғанда, осы бір аймақтарда міне үлкен борсық, міне осыларға ұқсайды деп айтып жатыр. Жалпы осындай дүние. Кеттік. Енді олардың Неогеннің құм шөгінділерінен құралған. Неоген ол бізде Кайнозойда. Сырдария аңғары мен Арал теңізіне қарай көлбеп жатқан жазықты Сырдария алювийлі жазығы. Бұл ендігі, то есть мына Сырдария маңы жазығы дүниесі кесіп қалды. Ол құм тасты және сазды кей жерлерінде құмды шөгінділерден тұрады. Жалпы Сырдария маңы. Одан кейін Арал маңы Қарақұм туралы. Арал Қарақұм жер асты суына бай, тұщы су жер бетінің 2-3 метр тереңдікте артезиан су бар. Және полиген, бор және полиген жыныстарының қабаттары, яғни 100-200 метр тереңдікте жатыр. Білесіздер, құмдардың астында бәленбай метр жерлерде артезиан сулар кездеседі. Тіпті мына Қарақұмның астында 60 км квадратты қамтитын су бар. Тіпті мына Аралда бар, Арал мәселесін шешкен кезде осы астындағы суды шығарайық деген ұсыныс тасталған болатын. Енді олардың минералдану дәрежесі әртүрлі, тұщы, кермек, ащы. Кеттік, енді жаралып жатыр. Жалпы одан кейін Қызылқұм, Мойынқұм, бетпақтал объектілерін жеке-жеке қарастырарсыздар. Тіпті интернетте мәліметтер бар. Қызылқұм мен Мойынқұм жаңағы айтып кеткен Арал маңы
құмына ұқсас, бетпақдала жері объектісі кішкене сәл өзгешелеу. Неліктен? Себебі шығысқа қарай кетіп бара жаттық та. Кеттік. Енді жалпы пайдалы қазбаларын тоқталайық. Пайдалы қазбалары тұран плитасы негізінен пайдалы қазбаларына мұнай және газ, ол қай аймақтар? Мына сәйкесінше Маңғыстау аймақтары, одан кейін Қаратау жоталарына кембрий түзілімдеріне ванадий, фосфорит кен орындары бар, құрылыс материалдары, ас тұзы, құрылыс материалдары, әктас, ұлтас секілді. Ас тұзы мысалы біз Арал маңы өттік, ол жерде тұз өндірілетін дегенде, сода мол өндіріледі. Әлемде ешқандай конкуренциясы жоқ, бір ғана кәсіп бар, ол сода өндіру. Білетін шығарсыздар, үйлеріңізде тұрған бір ғана коробкамен сатылады, мүлдем конкурент жоқ. Сондай бір қызықты мәлімет. Кеттік. Мынау енді манағы пайдалы қазбалар картасы. Климаты шұғыл континентті. Шұғыл континентті дейтін нәрсені түсінікті. Торғай аймақтары мен оңтүстік аймақтың арасындағы климат өте қатты разница бар мықты. Мысалы ретінде қаңтардың орташа температурасы 12-14, шілденің 24-26. Кеттік. Жалпы жылдық жауын-шашын мөлшері 100-150. Ол өте төмен. 100-150 деген жалпы жауын-шашын, мысалға 150 деген 15 сантиметр жаңбыр түседі, сәйкесінше 400-500 жауын-шашын қайтадан көтеріліп кетеді, бу болып ше. Ол жерде нелер бар? Ана Сырдария өзендері болсын, Шу өзендері болсын, құрғақшылық бар. Түсінесіздер ме? Судың тартылуы бар. Кеттік. Қардың қалыңдығы 10-15 сантиметрден аспайды, қыстың кезінде. Жалпы тұрақты су кездері болғанмен, тұрақты су көздері болмағанымен, жер асты суының қоры мол. Жаңа айтып кеттім, жайылымдар тереңдігі 10-30 метр артезиан құдықтармен суландырылады. Артезиан дегеніміз жердің астындағы суы. Бетпақдаланың топырағы қоңыр, сұрғылт қоңыр, жаңа бетпақдаланың ішіне жазып аласыздар. Солтүстігінде жусан басым, шығысында шоқылы таулардың тастақты, саздақ жерлерді жусан мен баялыш, оңтүстігінде Шу өзені маңында құмды төбелер, қырқаларда сексеуіл қаласында ең көп таралған өсімдік, теріскен, еркек шөп, алдыңғы сабақта тоже болды. Құрғақ арналарын бойлай жыңғыл, торан өседі. Солтүстік шығысында таулы қыраттарда арқар, елек, қасқыр, түлкі, жазықта ақбөкен, ала қоржын секілді жануарлар өмір сүреді. Одан бөлек Сарыарқаның оңтүстігі мен бетпақдала фаунасын сақтау мақсатында қорықша деген қорықтан төмен дәрежесі бойынша ондай жерде ғылыми эксперименттер жүргізуге рұқсат етілген, ал қорық 100% қорғалған дүниеге Андасай деген секілді қорықшалар ұйымдастырылған екен. Кеттік. Енді климаты көп тұрғандарымыздай, бұл бізде Балқаш аймағы ең жауын-шашын аз түсетін аймақ болып есептеледі. Тіпті жауын-шашын жылына 10-50 миллиметр арасында шығады тіпті. Одан кейін көп тұрғандарымыздай, жауын-шашын өте аз түседі тұран аймағына. Тек қана мына солтүстік бөлігін қамтыған торғай үстірті бар, сол аймақтарда қана дала зонасы қамтыған жерлерде жауын-шашын мөлшері жақсы. Негізі жауын-шашынның көп болуы, жауын-шашын мен буланушылықтың деңгейі бірдей болуы, бұл адамға ыңғайлы жер. Ал егер коэффициент бірден жоғары болып кетсе, оған байланысты менде тіпті арнада есеп бар, ылғалдану коэффициент деген, соны қарап тауып алыңыздар. Сол есепті осы бір картаға негіздеп шығарған ғой. Кеттік. Өзендер мен көлдері, жалпы ең ішінде, өзендер жүйесі нашар дамыған деп жатыр. Оның ішінде ең ірісі Сырдария өзені, Қырғызстан мен Шығыс Өзбекстанда Тянь-Шань тауларынан бастау алады. Жалпы Нарын және Қарадария өзендерінің қосылуынан бастау алып, Арал теңізіне барып құяды. Жалпы өзен алабы 800 000 км квадратты құрайды. Жалпы бір жылдық құюы 28 км кубты құрайды. Жалпы Әмударияның теңізге құятын суының жартысына тең. Жалпы Әмудариямен салыстырған кезде сәйкесінше азырақ. Одан кейін Сырдария өзені суы орталық Азияда ең құнарлы мақта өсіретін аймақтарды суғаруға қолданылады. Оның бойында Қоқан, Ходжент, Түркістан, Қызылорда қалаларын сумен қамтамасыз етеді. Сәйкесінше біздің Арал осы бір өзенді шектен тыс пайдалану әсерінен антропогендік проблемаға ұшырады ғой. Көріпсіздер ме? Өзендер. Сырдария өзені, Қуандария, мына жерде Шу өзендері бар, Ырғыз өзені, Торғай өзені бар. Кеттік. Одан кейін Шу өзені Қырғызстан мен Қазақстан жеріндегі өзен, ұзындығы 1186. Қазақстанда өзі 7 өзен бар, 1000 километрден асатын. Су жинайтын алабы 148 000 км квадрат, жалпы Қазақстан аумағында соның тең жартысы немесе 62 500 км құрайды. Теріскей алатауының Қырғызстау алатауынан бастау алатын және Жуанар, Қошқар өзендерінің қосылған жерінен бастау алып Шу деп аталады.
ірілі ұсақты 80 саласы бар. Шу жалпы тартылып қалған өзен тоже. Одан кейін Талас өзені, Талас шыңы деген секілді, Қазақстан мен Қырғызстан жеріндегі өзен ұзындығы 661 километр, су жинайтын алабы 520, то есть 52.700 километр, 52.700 километр квадрат. Қазақстандағы бөлігі 453 километр, негізінен Жамбыл облысындағы Байзақ, Талас, Сарысу аудандарының жерімен ағады. Қырғыз алатауы мен Талас алатауы мұздықтарына шығатын Қаракөл және үш Қоша өзендері қосылған жерден басталып, Мойынқұмдағы Айдын көліне жетпей, құмға сіңіп кетеді. Түсіндіңіздер ме? Айттым, ана тартылып қалады, емес сіңіп кетеді. Аңғары жоғары бөлігінде тар шатқалды, ені 1,2 километр, жазыққа шыққан төменгі бөлігінде 25-35 километр. Яғни бұл мына нәрсе ғой. Қараңыздар, өзен таудан ені аз болған түрде ағады, уақыт өте келе жайыла береді. Мына жазық бөліктерін тіпті 25-30 километрге дейін жайылып кеткен ғой. Осылай негізі өзенді былай қарастырамыз біздер. Жазықтық жерде таудан бастап алған кездегі сәтінде көп жылдық мұз жауын-шашын суларымен қоректенеді, маусым-тамыз айларында тасиды. Бұл өзендерге тән. Қоректену типтері ол бізде мұздық бар, жауын-шашын бар, қар бар, жер асты сулар бар. Одан кейін бұл қандай өзен? Бізде Талас өзендерінің жағдайы осыған ұқсас. Оларды Қазақстан жерінде талмаусырып жетіп, суының көп мөлшері Қырғызстан елі бөгеп алады. Мойынқұм бетпақдаланың қажетін өтей алмай отыр. Мойынқұм бетпақдала бізде не үшін шөлді аймақ, осыған байланысты келеді. Торғай үстіртін өзендеріне Торғай, Ырғыз, Жыланшық жазда қара суларға, ұсақ көлдерге бөлініп тартып қалады. Обаған, Шалқар теңіз, Ақкөл, Қопа сияқты көлдер бар. Солардың көбі тұзды. Іле, Қаратал, Лепсі, Ақсу, Тентек қана тұщы. Олардың да жылдық ағыны жылдан жылға кемуде. Жалпы бізде осы бір глобалды проблема айналып бара жатыр. Әлемнің жылынуы өзендердің тартылуына әсер етеді. Жалпы енді кеттік. Тұран жазығының өзендерінің суының азаюы Арал теңізі мен Балқаш көлінің экологиялық жағдайын шиеленістіруде, яғни антропогендік проблематика пайда болып жатыр. Одан кейін Арал теңізі тартыла бастады, Балқаштың деңгейі төмендеуде, Тұран жазығының су мәселесін шешуде жер асты сулар маңызды. Себебі бұл жерде айттым ғой, артезиан сулар өте көп. Себебі құмдар көп па, құмдардың астында су да көп негізі. Мұнда еспе сулар, немесе екінші атауы грунт суы 20-50 метр тереңдікте ғана жатыр. Ал артезиан су одан төменіректе, себебі тіпті артезиан 3 километрге дейін төмендеп жатуы мүмкін. Шөлді аймақтарда ауыз суда шаруашылық үшін қажетті су жер астынан алынады. Табиғат зоналары сәл қалды, осыдан кейін аяқтаймыз. Табиғат зоналары Тұран жазығы құрамында Торғай үстірті ғана құрғақ дала, шөлейтті зона кіреді, ал қалған бөлігі түгелдей шөл даласында жатыр. Дала бар, даланың өзінде құрғақ дала. Түсінесіздер ме? Дала зонасы бар, оның өзінде құрғақ дала, шөлейт, Торғай үстірті. Одан кейін барып қалған бүкіл аймақ шөл орналасқан ғой. Олардың топырағы мен өсімдік жамылғысы осыған сәйкес дамыған. Енді білесіздер, зоналарға сәйкес өсімдіктер дамиды, соған сәйкес жануарлар қалыптасады. Күрең қара топырақта боз, бетеге селеу, бидай өседі. Қазақстанның бүкіл жерінде осы боз, бетеге селеу дейтін жаттап алсаңыздар жетеді. Одан кейін оңтүстікке қарай жалғасқан шөлейтті дала ашық түсті қара күрең топыраққа ауысып кетеді. Мұнда жусан, изенді өсімдік жамылғысы қалыптасады. Кеттік. Жалпы енді Тұранның шөлді аймақтарын солтүстік және оңтүстік типке ажыратамыз. Оның өзінде солтүстік типі Арал маңы, Батпақтала, Мойынқұм, Балқаш, Алакөл ойысында. Одан кейін бұлардың қоңыр және сұрғылт қоңыр топырақтарын жусан мен соран шөпті өсімдіктер өседі. Қараңыздар, жалпы арктикалық климаттан бастап мүк қына, одан кейін бұта ағаштар көтеріледі, кейін қайттан орман дала жеткеннен кейін дала, одан кейін боз, бетеге болып төмендеді, қайттан шөлге жерлерге жеткен кезде жер бетіне жабысып өсетін өсімдіктер пайда болып бастайды. Енді осындай бір қызық дүние. Тұран түрлері Орта Азия және Орталық Азия шөлдеріне тән түрлері: қызыл жусан, теріскен, еркек шөп, жүзгін, жыңғыл, шағыр, байлыш, қара сексеуілі, қара жусан араласқан. Өсімдік жамылғысы шөлге қарағанда құмды шағылдарда көбірек болады. Кеттік. Керек жерлер болса жазып аларсыздар. Жалпы енді маңызды дейтін дүниелері осылар. Яғни тақыр, сорлар көп келетіндігі туралы айттық. Тіпті оңтүстік типі, міне айттық, оңтүстік типінде Маңғыстау мен сыр бойында сортаңды топырақты айтады. Онда эфирлер мен жусанды соран шөптер өседі. Сыр бойында суармалы егістіктер дамыған. Осындай бір дүние.
үстірт қоя кездеседі. Жалпы осы бір не ұбт көп келеді. Енді жалпы ұбт үшін емес, жалпы сіздерге тұран туралы жалпы ақпараттарды беру, кейіннен беру. Себебі мына жерде айтылған көп дүние сіздер үшін ғана маңызды. Ал былай оның ұбт толыққанды келеді дейтін уәде бермеймін. Себебі 100% не ешқашан болмайды, иә. Жыртқыш қасқыр, түлкі, шағыл, мысығы мекендейді. Шөлді зонаға тән түрлерден қосаяқ, тышқан, кесіртке, құмтоспа жылан да жиі ұшырасады. Іле өзені бойында андатыр жерсіндірілген. Осы андатыр да бір жылдары қателеспесем ұбтта болды. Жалпы осындай бір дүние. Міне соңғы мына дүниені алу керек сияқты. Бұл жерде ше, бұл жерде барса келмес пен үстірт қорықтары ұйымдастырылған. Мана айтып кеткен боз, битеге, силеу, жусан деген өсімдіктер. Манағы үстірт деген қорықтың ең ключевой жануары ол мына үстірт муфлоны ғой. Қосаяқ, мына тасбақа. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Арнаға жазылыңыздар, комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жалпы осымен бүгінгі тұран жазылып арнаған сабағымыз аяқтаймыз. Көп рахмет.